Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз балықтан дымлама жасайтын боламыз. Бізге керекті заттар: болгар бұрышы, қызанақ, картоп, пияз, көк пияз, сәбіз, қырыққабат, тазаланған балық керек болады. Алдыменен біз оларды турап аламыз. Болгар бұрышын тураймыз. Ыдысымызға саламыз. Сәбізімізді турап, картопымызды тураймыз. Ыдысымызға салып, келесісі пиязымызды турап аламыз. Осылай дара-дара қылып қызанағымызды да тураймыз. Қырыққабатымызды үш бұрыштап тураймыз. Жуып алған қазанымызға бірінші болып пиязымызды саламыз. Қызанағымызды саламыз, болгар бұрышын, балығымызды, сәбізімізді барлығын салып аламыз. Ең соңында қырыққабатымызды осылай бетін жауып салатын боламыз. Дәміне қарай тұз және де дәмдеуіш себеміз. Бақтыруға жібереміз. Грамм су құямыз. Қапағын жауып аламыз. Неге біздің балықтан жасалған бақтырмамыз дайын болды. Енді ыдысымызға салып аламыз. Барлығы кезек-кезекпен бірінші қырыққабатымызды, сәбізімізді, картопымызды, балық етін, тағы да болгар бұрышын барлығын кезек-кезекпен салып аламыз. Неге салып алдық? Жасап көріңіздер, өте дәмді, керемет болып шығады. Тіркелуді ұмытпаңыздар, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Дәрумендерге бай тағамымыз дайын болды. Сәттілік ас болсын.